Құрметті білім алушылар, бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы кен орындарын көлік оқпандарымен ашу тәсілдері мен технологиялар. Бұл презентацияда біз тау-кен өнеркәсібіндегі көлік оқпандардың қолданудың маңыздылығын, оның артықшылықтарын және соңғы технология жетістіктерді талқылаймыз. Кіріспе көлік оқпандардың маңыздылығы. Көлік оқпандар заманауи тау-кен өнеркәсібіндегі негізгі бұрылау әдістерінің бірі. Олар дәстүрлі тік оқпандарға қарағанда пайдалы қазбаларды алу тиімділігін айтарлықтай арттырады. Тау-кен орындарында қолжетімділікті кеңейту, өндіріс көлемін ұлғайту, экологиялық әсерді азайту. Көлік оқпандарды қолданудың артықшылықтары. Өндіріс тиімділігі. Ұзын көлбеу бөлігі арқылы кен орнының үлкен аумағын қамтып, өндіру көлемін арттырады. Экономикалық пайда. Бір алаңнан бірнеше оқпан бұрылау арқылы шығындарды азайтады және кірісті арттырады. Экологиялық іс. Жер үстіндегі инфрақұрылымды азайтып, қоршаған ортаға тиетін зиянды шектейді. Геологиялық барлау және кен орындарын бағалау. Соңғы зерттеу әдістері. Көлік оқпандарды бұрғылау алдында кен орындарының геологиялық құрылымын дәл анықтау маңызды. Бұл үшін жоғары технологиялық сейсмикалық барлау және геофизика зерттеулер қолданылады. 3D және 4D сейсмикалық деректер, қарата және үлгілерді талдау, геомеханикалық модельдеу. Бұрғылау технологияларындағы жаңашылдықтар. Интеллектуалды бұрғылау, нақты уақыттағы деректерді өңдеу және автоматтандырылған басқару жүйелері бұрғылау процесін оңтайландырады. Роботтандырылған жүйелер қауіпті және күрделі операциялар орындау үшін роботтар мен автоматтандырылған жабдықтар қолданылады. Жаңа бұрғылау ерітіндері бұрғылау тиімділігін арттыру және қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін инновациялық ерітінділер әзірленуде. Оқпандарды бекіту және олардың тұрақтылығы. Көлік оқпандардың ұзақ мерзімді тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін заманауи бекіту әдістері мен материалдары қолданылады. Арнайы цементтеу ерітінділері, бекіту құбырларының жаңа түрлері, мониторинг және диагностика жүйелері, оқпан қабырғасының беріктігін арттыру. Қауіпсіздік шаралары және экологиялық аспектілер. Бұрғылау операциялары кезінде қауіпсіздікті және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету бірінші кезекте тұрады. Қауіпсіздік стандарттары, халықаралық және ұлттық қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау. Экологиялық мониторинг, ауа, су және топырақ ластануының алдын алу үшін тұрақты бақылау. Қалдықтарды басқару, бұрғылау қалдықтарын тиімді өңдеу және кәдеге жарату. Қолданыстағы мысалдар, үздік тәжірибелер. Әлемдегі бірнеше ірі мұнай газ, тау-кен компаниялары көлік оқпандарды бұрғылауда айтарлықтай табыстарға жетті. Мысалы, Пермь бассейні, ақш, шист шахтасындағы мұнай мен газды өндіруде көлбеу бұрғылаудың арқасында ең ірі өндіру аймақтарының біріне айналды. Солтүстік теңіз, офшорлық кен орындарындағы көлік оқпандар арқылы бұрын қолжетімсіз болған қорларды игеру. Батыс Сібір, Ресей, күрделі геологиялық жағдайларда көлік бұрғылауды қолдану тәжірибесі. Болашақ даму бағыттар мен инновациялар. Көлік оқпандарды бұрғылау технологиялары үздіксіз дамып келеді. Бұл өнеркәсіптің болашақ үшін үлкен мүмкіндіктер ашады. Қорытынды. Көлік оқпандарды ашу, мұнай газ, тау-кен өнеркәсібінің тиімділігін арттыруда шешуші рөл атқарады. Технологиялық инновациялар мен қауіпсіздікке басымдық беру арқылы біз болашақта тұрақты дамуға қол жеткіземіз.